аманат бағдарламасы аясында тұтынушы өңірде 9 миллион теңгені құрайтын 44 жоба іске асырылды. Ауыл шаруашылығы саласына келетін болсақ, биыл ауданда мал басын сақтау және оның өнімін өңдеу бағытында бірқатар жұмыстар атқарылды. Есепті мерзімде аудандағы мал басының жалпы саны 443 313 басты құрап, өткен жылмен салыстырғанда 680 басқа артты. Сонымен қатар аудан бойынша ағымдағы жылы барлығы 14.587 тонна мал мен құс еті, сүт өнімдері алынды. Енді минералдық тыңайтқыштарға келетін болсақ, аудан бойынша 2025 жылы жалпы 1516 тонна тыңайтқыш алу жоспарланған, бүгінгі таңда жоспар орындалды. Ауыл шаруашылығы техникаларын жаңалау бойынша ауданда бірінші қаңтар 2025 барлық 8 жұмыстан ауыл шаруашылығы техникалары, оның ішінде 7 бөлік астық, комбайн, 323 бөлік трактор, 482 бөлік басқа қосалқы келген. Көктемгі екпінді егістағы жұмыстардан 439 бөлік ауыл шаруашылығы техникалары тартылды. Ағымдағы жылы барлық 53 бөлік ауыл шаруашылығы техникаларын жаңалау жоспарланған болды. Ол 6,5%. Жалпы құны 443,7 миллион теңге құрайтын 43 техника сатып алынды. Жоспар жыл соңына шейін аяқталып, осы 3-4 күн ішінде 5 трактор және агрегаттар алынатын болады. Тамшылап жаңғыртылған сулар бойынша биылғы жылға 519 гектар егіс көлемі тамшылап жаңғыртылған сулар қатысымы және лазерлі тегістеуіштің егу көзделуде. Тамшылап көзделген жаңғыртылған сулар қатысымен 390 гектар, лазерлі жер тегістеу бойынша 229 гектар егілген. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, жаңада осы ауылда жиналған сағыз мәселесі көтерілген болатын. Енді жылдан жылға бұл мәселе қиындайды. Сондықтан тамшылап және жаңғыртылған сулар кішкене көтерілген жолдар көзделеді және ауданның көлемі қазіргі таңда осы алдыңғы аптада ғана қанды компаниясының барып жолығып біраз мәселе талқылаған болатын. Олар қатысушылар бізден 27 гектар жер алып жүруіміз. Енді өздеріңіз естіп отырсыздар, Шу ауданында жүруіміз зауыт ашылған, сондықтан да біз бұдан қалыс қалмауымыз керек. Қазір сол бағытта жұмыс жүргізілуде. Енді егіс қалған жұмыстарына келетін болсақ, ағымдағы жылы егіс қалған көлемі 784,3 гектарда құрайды. 2025 жылы үшін барлығы 12,554 гектар алқапта ауыл шаруашылығы дақылдары орналастырылған болатын. Егілген егістік жерден барлығы 27,400 тонна өнім алынды. Сонымен қатар 85 гектар жер алқабына егілген қызылша дақылы толық жиналып 6370 тонна өнім алынды. Қызылшаның қазір салмағы 500 тонна егістік қарыз алынды. Аудан аумағында егістік жерлерді сумен қамтамасыз ету мақсатында жоба құны 18,5 миллиард теңгені құрайтын 14 канал қайта жаңғырту мақсатында жоба сметалық құжаттамалар әзірленді. Мемлекеттік сараптама қорытындысы алынды. Жобаға қатысушылардың міндеттемесіне тапсырылды. Бізден бұл жерде де айтып өту керек, жеңіс каналы толық мердігер анықталуда, оның құны 1,2 миллиард. Енді сол жеңілдіктен ары қарай осы каналды жұмыс жасалынатын болады. Құрылыс саласына келетін болсақ, құрылыс саласы бойынша Қаратау қаласы мынау Шейн көшесіндегі өздерінің жаңа көтерген болыңыз, қонақ үйді әкімшілік нысан ретінде қайта жаңғыртып аудандық бюджеттен 3 миллион теңге бөлініп жұмыстар жүргізілуде. 2026 жылы қосымша 1,3 миллиард теңге облыстық бюджеттен бөлінді. Енді осы 26 жылы бұл жұмыстарды бітіретін боламыз. Одан бөлек азаматтық тұрғын қамту бағытында атқарылған жұмыстардың нәтижесінде қайта жаңғыртудан өткізілген 185 пәтерлі құрайтын 3 көпқабатты тұрғын үйлер бюджет қаражатынан сатып алынған болатын. Бірақ 2025 жылдың 1 сәуір күнінің кезегінде жаңағы 2248 адам тұрған үйлерді үйлестіру қолданыстағы заңнамаға сәйкес ағымдағы жылдың мамыр айынан бастап отбасы барлық ұлттық даму институты арқылы жүзеге асырылуда жүргізілді. Проблемалар бар, ол проблемаларға шешім жолдары қарастырылады. Шешілгеннен кейін береміз. Газ және қаржылық қамту бойынша ауданда 23 ауыл елді мекен бар. Оның 17 елді мекен газдандырылған,
пайыз көгілдір отынмен қамтылған. 2027 жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш 100%-ға жеткізу көзделіп отыр. Осы мақсатта Майтөбе және Қожа-Қапа елді мекендеріндегі газ құбырларын салу жұмыстарын республикалық және облыстық бюджеттен барлығы 1 миллиард 413,5 миллион теңге жұмыстар. Сонымен қатар Қасқабұлақ, Есейхан және Қараой ауылдарында газбен қамтамасыз ету бойынша жеткізуші газ құбырының құрылысына республикалық және облыстық бюджеттен барлығы 898,2 миллион теңге бөлінді. Құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде, нысан 2026 жылда өтті. Аталған ауылдарға жобалық құны 998 миллион теңге болатын автомат газ жүйесінің құрылысына жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Сондай-ақ Көктал ауылында газ тарату желісінің құрылысына жобалық құны 1 миллиард 261 миллион теңге құрайтын жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Бұл жобалар іске асыру мақсатында республикалық бюджеттен қаражат қарастыру үшін бюджет бөлімі берілді, қаржыландыру күтілуде. Қаратау қаласында мазут шаруашылығы қайта құру жұмыстарын республикалық және облыстық бюджеттен 451,9 миллион теңге бөлініп, қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар 2024 жылдың өткел болып келе жатқан Қаратау қаласын жеке тұрған қазандық қайта жаңғырту жобасы аяқталды. Бюджеттен 148 миллион теңге бөлінді, жұмыстар толығымен аяқталды. Одан бөлек Қаратау қаласында жылу желісіне барлық 2,5 шақырым қайта жаңғырту жобасы бойынша облыстық бюджеттен 225,5 миллион теңге бөлініп, жұмыстар толық аяқталды. Ауыл ел бесігі жобасы шеңберінде ауыл ел бесігі жобасы аясында ауданда Сабыр Шәкеев ауылында 4 көше, Аққұм ауылында 3 көше, Ойыл ауылында 1 көше, Ақкөл ауылында 2 көше, және Бостандық ауылында 2 көшеде барлығы 12 көшенің тротуарлар орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде, 218,4 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар Ойыл ауылында мәдениет үйінің ғимараты қайта жаңғыртылды 111,1, және Шарал ауылында мәдениет үйінің ғимаратын қайта жаңғыртуға 141,2 миллион теңге бөлінді. Бұл жобалар өтпелі 2024 жылы аяқтаймызды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек 2024 жылдан өтпелі Бостандық ауылының спорт кешенінің құрылысына аяқтауға 427,1 миллион теңге бөлініп, жұмыстар толық аяқталды. Аудандық 7 ауылдық елді мекендерде 13 көшені жарықтандыруға 97,6 миллион теңге бөлінді. Көшелер толығымен жарықтандырылды. Ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесіне келетін болсақ, қазіргі таңда ауданда 27 ауылдық елді мекеннің 21 елді мекені немесе 93% толыққандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. 2025 жылы Қожа-Қапа және Сейілбек елді мекендерінің су құбырының құрылыс жұмыстарын толығымен аяқталып, халық игілігіне берілді. Сонымен қатар Қараой ауылында су құбырының құрылыс жұмыстарының аяқталуға 166 миллион теңге бөлініп, жұмыстар аяқталды. Арал және Қайыр ауылдарының ауыз сумен жабдықталған кері бос жұмыстандырғысы бар ауылдық контейнерлер блоктарын орнату облыстық бюджеттен 78,4 миллион теңге бөлінді, қазір жұмыстары жалғасуда. Автомобиль жолдарын өтілетін болса, ағымдағы жылы қала және елді мекендердегі көшелердің орташа жөндеуін аудандық бюджеттен жалпы 818,9 миллион теңге қаражат бөлінді. Қаратау қаласында 10 көше орташа жөндеуді аудандық бюджеттен 312,7 миллион теңге бөлініп, жұмыстар толығымен аяқталды. Майтөбе, Қыздар, Есейхан, Көктал және Қамабек ауылдарында 13 ауыл-кішілік көшелердің орташа жөндеуді аудандық бюджеттен 408,7 миллион теңге бөлініп, бүгінгі күнге жөндеу жұмыстары аяқталды. Бөлтек Шешен ауылында бір ауыл-кішілік көшенің орташа жөндеуі аудандық бюджеттен 97,5 миллион теңге бөлініп, бүгінгі күнге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қаратау қаласында Панфилов, Қандыөлі, Арбатас көшелерінің автомобиль жолдарын қайта жаңғыртуға 2025 жылы республикалық және облыстық бюджеттен барлығы 696,4 миллион теңге бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күнде Панфилов көшесінің қайта жаңғырту жұмыстары толық аяқталды. Әлеуметтік салаға келетін болсақ, Қазақстан Республикасының еңбек нарығын дамытуға 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы шеңберінде 2025 жылдың қаңтар-қараша айларында 3538 адам тұрақты жұмыспен және жұмыспен қамтудың белгіленген шараларымен қамтылған, немесе жылдық жоспар 98,7%-ға орындалған. 2025 жылы әлеуметтік көмек түрлерін төлеуге 327,4 миллион теңге
айының 101 миллион теңгесі программаға бөлінді. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 2015 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 45 маманға көтерме жәрдемақысы 17,694 миллион теңге бөлінді. Оның бәрі қалаларға табыстылық берілді. Толығымен жұмыс аяқталды. Жастар бойынша мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен 2025 жыл жұмысшы мамандықтардың жылы деп жарияланды. Бұл бастама жастардың кәсіби білім алуына, өздерінің тұрақты жұмыс орнын табуына бағытталған. Жалпы ауданда жастар саны 14,354 адам, аудан халқының 34% құрайды. Оның ішінде экономикалық белсенді жастар 8,679 адам құрайды. 2025 жыл 966 жаста жұмыспен қамту жоспарланып, қазіргі таңда барлығы 25 жастар тұрақты жұмыспен және жұмыспен қамтудың белсенді шаралары қамтылды. Енді қылмыс және құқықты да айтып өтейін. Ауданда есеп мерзімде фильмнен жағдай деңгейінің төмендеу динамикасын байқауға болады. Осы жұма күні осы облысымыздың полиция департаментінің басшысы өзі осы баяндамасында айтып өткен. 2025 жылы айында әртүрлі санаттағы жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтар 98 дерек тіркелген, немесе 2024 жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 23,4% кеміген. Оның ішінде қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың саны 20 дерек құрап, өткен жылмен салыстырғанда 33,3% азайған. Ағымдағы жылы кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстық бұзушылықтар орын алған жоқ. Ағымдағы жылы аудан аумағында қылмыстың алдын алу және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 10 елді мекендердің кіреберіс және шыға-беріс жолдарына жалпы құны 19,5 миллион теңгені құрайтын 15 дана бейнебақылау камералары орнатылды. Олар ауыл әкімдігінің аппаратындағы учаскелік полиция қызметкерлерінің жұмыс орындарына қосылды. Сонымен қатар Қаратау қаласы аумағында жалпы құны 18,1 миллион теңгені құрайтын 16 бейнебақылау камералары орнатылып, аудандық полиция бөліміне интеграцияланды. Енді бұдан бөлек өздеріңіз көрсіздік, бізде жоғары жақтан Қаратаудағы Қарабастаудағы жылдан өлшеуіш 3 камера орнатылған, оның бәрі сетпен кигізілген, қазір статистика бойынша алған жалпы жолақаты азайғанын көрсетіп отыр. Оның бөлек Ақтөбе ауылының елді мекенінде осы жылдан өлшейтін камера қойылған. Жалпы осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Баяндама аяқталды. Баяндама аяқталды. Баяндамашы сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, қойыңыздар. Söyleyeyim dedim, депутаттар сессия қатысушылар ма? Жоқ. Ендеше құрметті депутаттар, сіздерге күн тәртібінде мәселе бойынша 22-ші шешімнің жобасы бар. Аудан әкімі Нұрбол Абдымажитовтың есебі қанағаттанарлық деп танылсын. Осындай шешім жобасы дауыс берулеріңізді қарсы қалышы бір ауыздан 22 шешім бекітілді. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселеге қатысты менің оқуыммен уақытша комиссияға құрылып, сіздермен жұмыстарын жүргізген болады. Күн тәртібіндегі екінші мәселеге қатысты сіздердің қорытындысы бойынша анықтамамен таныстыру үшін бірінші топтың жетекшісі уақытша комиссия төрайымы Ағалар Алдымбек қызметі. Ағымдағы жылдың 11-ші қарашасында Талас ауданының мәслихат төрағасының нөмір 38-ші кезекті сессияны
Ауданда мәдениет, спорт және жастар саясатын қолдау бағытында атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар туралы зерделеудің мақсаты аудан аумағындағы мәдениет, спорт және жастар саясаты бағыттарының қазіргі жағдайына талдау. Атқарылған жұмыстарды бағалап, өзекті деген мәселелерді анықтау және алдағы жоспарлармен танысу. Зерделеу барысында аудан аумағында мәдениет және спорт мекемелерінің жұмысы және жастар саясатын іске асыру шаралары қаралды. Бірқатар оң өзгерістер байқалды. Аудандық мәдениет үйлерінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Спорттық секциялардың саны да артуда. Жастар арасында бұқаралық спортқа қызығушылық жоғары. Мемлекеттік жастар саясаты аясында еріктілер қозғалысы мен жас ұйымдарының жұмысы жанданып келеді. Дегенмен зерделеу барысында бірқатар өзекті мәселелер анықталды. Ауылдық жерлерде мәдениет үйлерінің материалдық техникалық базасы ескірген. Кейбір елді мекендерде спорт алаңшалары жеткіліксіз. Жастармен жүйелі жұмыс жүргізетін мамандар мен психологтар жетіспейді. Жастарды жұмыспен қамту, бос уақытын тиімді өткізу бағытында қосымша жобалар қажет етеді. Ұсыныстар: ауылдық мәдениет үйлерін жөндеу және қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету үшін қосымша қаржы қарастыруға ықпал етілсе. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында әр ауылдық округте ашық спорт алаңшаларын салу, жастар ресурстық орталығының қызметкерлерінің еңбекақысын кезең-кезеңмен арттыру қаралса, бұл жастар саясаты жұмысының сапасын арттырып, кадр тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Жастарға инвестиция, елдің болашағына инвестиция дегендей, жастармен жұмыс істейтін мамандарға қолдау көрсетілсе, атқарылатын істе нәтижелі болар еді. Аудан әкімінің ұсынысымен депутаттардың қолдауымен жастар ресурстық орталығына жаңа ғимарат жөндеуден өткізіліп пайдалануға берілді. Ендігі кезекте қолданыстағы жиһаздардың тозуына байланысты қосымша жиһаз алуға көмек көрсетілсе. Аудандық деңгейде жастар апталығы, спорт өмір салты атты тұрақты шаралар ұйымдастыруды дәстүрге айналдыру қажет. Қорыта айтқанда, зерделеу нәтижесінде ауданда мәдениет, спорт және жастар саясаты саласында оң өзгерістер байқалғанымен, материалдық және кадрлық әлеуетті арттыру қажеттілігі анықталды. Сонымен қатар, аудандық бюджеттермен бөлінген қаржының мақсатты тиімді игерілуіне ерекше назар аудару қажет. Қаржының әрбір теңгесі нақты нәтижеге бағытталуы тиіс. Бұл ретте тиісті бөлімдер тарапынан бақылау мен есептілікті күшейтіп, игеру барысында тұрақты мониторинг жүргізуді ұсынылады. Мәслихат депутаттары аудан әкіміне бөлінген қаржының тиімді пайдалануын қамтамасыз ету және анықталған мәселелер бойынша нақты шаралар қабылдау жөнінде ұсыныс білдіреді. Атап айтқанда, соңғы жылдары спорт саласындағы іс-шаралар едәуір көлемде қаржы бөлінуде. Бұл қаржының тиімділігі мен нәтижелілігі толықтай көлемде көрсетіліп отырса, көптеген іс-шаралар бір реттік сипатта өткізіліп, тұрғындар арасында тұрақты спорттық белсенділікті арттыруға нақты ықпал ете алмай отырғандығы байқалады. Осыған байланысты спорт іс-шараларын ұйымдастыруға бөлінген қаржының көлемін оңтайландыру, қаржының инфрақұрылымдық нысандарды, спорт алаңшаларын, жаттығу орындарын дамытуға бағыттау, сондай-ақ қаржының мақсатты және тиімді игерілуіне бақылауды күшейтуді қажет деп білеміз. Өзіңізге белгілі, Берқаралық округіне дене шынықтыру және сауықтыру кешенін салу үшін сауал жолдаған болатынмын. Жауап бойынша бұл мәселе ауыл ел бесігі жобасы жоспарына енгізілмеген болып отыр. Себебі халық санының жетіспеушілігін алға тартып отыр. Алайда аудан бойынша басқа елді мекендерге қарағанда аталған округте бала туу көрсеткіш саны бойынша едәуір басымырақ. Осы мәселе бойынша өзіңіздің тарапыңыздан ықпалыңызды тигізіп, қайта қарауыңызды сұраймын. Аталған округ 9 жолдың торабында орналасқандықтан, ең болмағанда демеушілікпен таңдалудағы спорт кешенін салынса деген ұсынысым бар. Әрине, барлық шаралар бір күнге шешімін таппайды. Бюджеттің жетіспеушілігімен уақыт еншісінде. Сондықтан салаға жауапты орынбасарларымызбен тиісті бөлім басшылары, тиісті мекеме жетекшілері жұмысты жүйелеп, жандандыру бағытындағы шараларды атқару қажет. Бүгінгі қаралып отырған барлық мәселе тек мемлекет
keskin jүйелі жұмыс жүргіземіз деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Алла қызы. Анықтама аяқталды. Анықтамашқа сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, отыруыңызға. Күндердегі үшінші және төртінші мәселе бойынша зерттеу қорытындысын таныстыру үшін сөз екінші топтың жетекшісі уақытша комиссия төрағасының Алыбек Смағұлов. Құрметті депутаттар, құрметті нұрлан Әбдіұлы, Қаратау қаласының әлеуметтік экономикалық даму мемлекеттік бағдарламаларын орындалу зертханалардың құрылысын жақсарту бағытында атқарылған жұмыстар туралы комиссияның нәтижелерін талқылауға рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылдың 11 қарашадағы талқыланды мәслихаты төрағасының нөмір 37-і үкімет кезекті сессияның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша анықтама дайындау мақсатында мәслихат депутаттарына және аппараттан құрылған уақытша комиссия 30 қараша мен 16 желтоқсан аралығында зерттеу жұмыстарын жүргізді. Зерттеу алдында тиісті мекемелерге арнайы дайындалған жадынама жолдан ақпараттар алынды. Қала әкімдігінің негізгі міндеті тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру және қаланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан жалпы атқарылған жұмыстарға емес, негізгі алдағы уақытта бірлесіп жүзеге асыратын өзекті мәселелерге тоқталуды жөн көрдік. Жұмыс жоқ емес, қала әкімдігі тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Тұрғындардың күнделікті тұрмыс тіршілігіне тікелей әсер ететін кейбір мәселелер әлі де оң шешілуін талап етеді. Атап айтсақ, қала ішінде көппәтерлі тұрғын үйлер аулаларындағы, жаяу жүргіншілер жолдарындағы әртүрлі коммуникациялық қызметтерге пайдаланылатын кәріз құбырлары бар. Кәріздің, байланыстың, судың. Солардың беттері әртүрлі пішінде бетон плиталармен жабылған. Оны қазір онлайн сюжетте көрсеңіздер де болады. Тұрғындар тарапынан осы мәселеде осы туралы мәселе көтерілген, сол аймақта сол нақты құдықтың ғана беті қақпан шешіледі, жалпы қала бойынша мұндағы мәселе шешілген табу етеді. Барлық жерде бар, саябақтарда да бар, басқа да тұрғындар жаяу жүрген жерлерде бұл көп. Осы бағытта қала әкімдігі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, тиісті ұсыныстармен шықса, бұл жерде бетон плиталардың жабындысын бір қалыпқа келтіруіміз, олардың жаңағы жоғарыда тұрғандардың төмен түсіру бағытында жұмыс істеуі, құқықтарын тек ашық, төменгілердің белгілі мөлшердегі кемітіп, плитаны қайтадан жабу керек. Одан кейін мынау менің өзім сайлаушыларым қалада жеке қарастыратын адамдар көбінде қарапайым халықтың, солардың тарапынан көп көтерілген мәселелер бар. Қалада көпшілік орындарда, қоғам орындарда әжетхананың жетіспеушілігі. Өздеріңізге мәлім, қалада үлкен сауда орындары көп, мекемелер көп, мемлекет, бірақ олардың есіктері тұрғындарға ашық болғанмен әжетханалар жабық. Қала әкімдігі осы бағытта жұмыс істеуге тиіс, себебі қалада тазалық болу үшін белгілі бір инфрақұрылымдық жеткілікті болу керек, оның бірі әжетхана. Осы бағытта да қала әкімдігі жұмыс істеуді сұраймыз. Одан кейін келесі өзекті мәселелер туралы бұл өзекті ешқашан жоғалтпайды. Қалада қоқыс шығару және қамқорлықтың көбеюі, инфрақұрылым, тұрғындардың коммуналдық жағдайы тұрғындар тарапынан көңілді көтерілген мәселе. Бұл күзде қала депутаттары тұрғындардың ескерген бір көтерілді. Ол енді шетін шешілгендер де бар, шетінен қалып бара жатқандар да бар. Айта кететін жаңағы өзекті мәселелерді қалада қамтамасыз. Қала әкімдігі тікелей міндетіне кіргенше бірақ ветеринария қызметінің жүргізушісіне қала әкімдігі тарапынан жауапкершілігін тез жиі сақтауы сияқты. Қазір өкімді уақытында әр мәселеде табиғатқа көбейді. Сол алдын ала қала әкімдігі өз қаржысын кішкене жұмыстар жүргізеді деп сенеміз.
пәтердің маңайында болу, шоққа ауылының тарауатының орнын атқаруын белгілеп, енді осы мәселені шешу мақсатында қала әкімдігі өнімі жауапты мемлекеттік органдардың кешенді және тиімді шаралар қабылдап жұмыс жасауын басты назарда ұстаса дейміз. Осы уақытта біздің ұсынысымыз қала тазалығы бойынша қамтамасыз ету бойынша жауапты мекемелер мен кәсіпорындардың жұмысын күшейту, қоқыс шығару қызметінің сапасын арттыру, контейнерлер санын көбейту және контейнерлердің бұрынғы жүйелерін кішкене артып, және заманауи видеоқалдардан көрсету, көз тартарлық сондай неге келтірсе сондай кішкене. Және де мынау қала тұрғындарының кері байланысты күшейтіп, көтерілген мәселелерді уақытылы және жүйелі ескертпеуін жауабын қажет. Одан кейін мынау қазір заң талабы заман талабы болып кетті, көпқабатты тұрғын үйлердің үй ағаларын сайлау, ол туралы елімізде қабылданған заңнамалар бар. Осы уақытта жұмыс істеу. Осы жоғарыда айтылған мәселелерді ескеріп, қала әкімдігінің жұмысына қатысты депутаттық зерделеудің нәтижесі қала тұрғындарының өмірі мен су сапасын артыруға ықпал етеді деп сенеміз. Дархан Тобашұлына ұсыныс барлық мекемелермен тікелей мәселелермен тікелей айналысып қозғауға келмейтін шығар, бірақ дегенмен қаланың тұрғыны әр тұрғын сияқты сіз де осы қаланың иесісіз. Сондықтан осы қаладағы мен осы жерде баяндаған мәселелер сіздің де біздің де мәселеміз. Осы жауапкершіліктің оң көзқарасын қабылдасаңыз. Қала әкімшілік жайы болсын. Екінші мәселе бойынша жаңағы төтенше жағдайлардың аудандағы қаладағы сол бойынша зерделеу жұмыстарын жүргіземіз. Зерделеу барысында алдын ала төтенше жағдайлар негізгі түрлері ретінде тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандардағы өрттер, жылыту маусымында қауіптер, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың төтенше жағдайлар, өндірістік және тұрмыстық қауіпсіздік талаптарының сақталмауы. Бұл жерден жаңағы төтенше жағдайлардың басшылық жиынынан кетіп қалды. Тұрғындардың өздері осыны тауыс етіп сөйлейміз. Мысалы енді жаңағы алматы партиясының төрағасы сөзбен айтып берді басшыға. Жаңағы ауыл елді мекендердегі өрт сөндіру бекеттерінің жарақтандыру төмен деңгейде осы мәселеде алдағы ұсыныс береміз ойлаймыз. Жалпы біздің зерттеу комиссиясының жүргізген жұмыс бойынша ақпарат болсын. Назардан тыңдағандарыңызға рахмет. Ұсыныстарыңыз Рахмет, Мағауия Сағынтаевич. Анықтама бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Отыруларыңызға рахмет сізге. Комиссия еңбекпен жұмыс істеді. Аппарат шешімде жоқ Қаратау қаласында қоғамдық орындарда әжетхана бір пунктке шешімге кіргіздіңіз. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты шешім жобалары сіздерде бар. Олай күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ауданда мәдениет, спорт және жастар саясатын қолдау бағытында атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар туралы 53-ші шешім сіздерде бар. Алып қосарларыңыз бар ма шешімге? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап қарсы қалыс жоқ. 53-ші шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қаратау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы және тұрғындардың тұрмысын жақсарту бағытында атқарған жұмыстары мен алдағы жүзеге асыратын жобалары туралы 54-ші шешім жобасы бар. Қосқауларыңыз бар ма? Жаңағы аппарат қосасыздар, жаңағы жоқ болмаса, онда бекітілсін деген депутаттардың дауыс берулері жақтап қарсы қалышы бір ауыздан 54-ші шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе алдында төтенше жағдайлардың алдын алу және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді шараларын орындауға қатысу туралы 55-ші шешімді алып қосарларыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа қоямын. Жақтап қарсы қалыс жоқ 55-ші шешім бекітілді.
Күн тәртібінде 5-ші мәселе ауданның 26-28 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы 56-ші шешім жобасы бар. Қосып алуларыңыз бар ма? Бағана мәлімдеске бірінші жеткілікті айтты. Дауысқа қоямын, жақтық. Қарсы қалышы 56-ші шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі 6-ші мәселе Талас ауданы мәслихатының 24-ші жылы 25-ші желтоқсандағы 2025-27 жылдарға арналған бюджет туралы нөмір 33-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы 57 шешім жобасы бар сіздерде. Қосып алуларыңыз жоқ па? Ендеше дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтық. Қарсы қалышы бір ауыздан 57 шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе Талас ауданының 26-30 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы 58 шешім жобасына депутаттардың дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтық. Қарсы қалышы. Яғни 58 шешім бір ауыздан бекітілді. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе Талас ауданы мәслихатының 26 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы жаңа өздеріңіздің кеңесті. Күн тәртібінде өздеріңізден тағы да салыстыру мақсатында қосымша жолданады. 50-10 шешімнің жобасын дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтық. Қарсы қалышы бір ауыздан бекітілді. Күн тәртібінде 9-ші мәселе Талас ауданы бойынша бір жылға әлеуметтік көмек көрсету мұқтаж азаматтардың өтініштерін қарау жөніндегі арнайы комиссия құрамын бекіту туралы 50-10 шешім. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Дауысқа қоямын. Жақтық. Қарсы қалышы, яғни 50-10 шешім бекітілді. Күн тәртібінде 10-ші мәселе Қаратау қаласының бірқатар құрамдас бөліктерін қайтару туралы 50-11 шешім жобасына дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтық. Қарсы қалышы бір ауыздан 50-11 шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, осынау аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының қарауына ұсынылған мәселелер толығымен талқыланды. Шешімдер қабылданды.